Алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның жасаған игі істеріне жоғары баға беру. Мектебіміздің 5-ші сынып оқушыларының 1 наурыз алғыс айту күнінде отанына, ұстазына, анасына, әкесіне және өз өмірлеріне ризашылықтарын білдіріп, жүректерінен шыққан алғыстарын қабыл алыңыздар. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймыз! Елімізде 1 наурыз алғыс айту күні болып, 2016 жылдан бастап аталып өтуде. 2016 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды алғыс айту күні деп жариялап, номер 173 жарлыққа қол қойған болатын. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясына қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы. Еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Бұл күн тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні болады. Алғыс айту күні қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсету қолдау күні. Бұл репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақкөңілділік, қолдаулармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени тұнықтығымыздың жарқын күні. Себебі елбасы жүзден аса этностың әрқайсысының қайталанбас еңбегін салуының нәтижесінде біздің біртұтас еліміз бірегей артықшылықтар иесіне айналғанын атап өткен еді. Болыс-тамыз тамыр болған ежелден, кімдер қасын қазақ тайын ер елден. Достығымыз ғасырларға жарасқан, туған елім жарықтай бір кемелден. Республиканың келбетін, кеңбесіңді, кемеліңді тербеттің. Күндігі сенің қазағым үшін желбеттің, алғысына ақ жүрегіне ең көп. Ұстаз болу аса маңызды және өте қиын мамандық. Ұстаз білім беріп қана қоймайды. Ұстаз баланы болашақ үлкен өмірге дайындап, қажетті кеңестерін ұсынады. Ұстаздар қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар, жан біткен жанарынан нұр сыйлаған, күнде боп күлімдеген жарықсыздар. Анамның жасты екеуін жақынай, анасына қамқорсыздық қадірісі, баласын аялаған жанды аямаған атақысы. Мың алғыс менен оқыс оларға, асықтай өрісте ұлытты алды. Отанмен туған жермен келесесін айналған, айналғанда. Тірлікке басылысында тұнық құлақ, тамшыпақ сәулесінде жарық шырақ. Біз көрер айнасында шақ қолдаған, айдағы жас күнінде жаңашылық. Жан әкесі жүргенде көзімді сап, өсеміз бәйтеректе өзің құсап, ортада сіздер барда дарашындай, сіздер шықкен белі сезім құшақ. Жан әке үйреткенсіз ерікті де, ұғымдық сізге қарап елікті де, жүреміз жалғысып, дәстүрді, дартып, дархандық кендікті де. Анаға өмір сыйлаған үшін, Әкеге қорған болған үшін, далаға гүлдері мен көк шалғын үшін, сөзге жанды сыйлаған үшін, күнге жарық пен нұрдар үшін, жұлдызға қараңғы түнгі жарық үшін, Құсқа иығы мен шағы үшін, әжеге ыстық алған үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, жерге махаббаты мен бар болған үшін. алғыс айтамыз!